Елін сүйген Мұратбай Байдәулетов, қазақ елінің еркін ойлы азаматы, бірінші топтың мүгедегі, қазақ елінің шынайы демократиялы, құқықтық ел болуын қалаған ниеті үшін Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 405 бабының 2 тармағымен сотталуда. Қазақ халқының сөз бостандығына қол жеткізуін, жердің асты үсті байлығын, халықтың әл-ауқатын көтеруді аңсағаны үшін экстремист деген ауыр айып тағылып отыр. Барша қазба байлықты тонап, халыққа пұшпағында көрсетпей, өз құқықтары үшін алаңға шыққан бейбіт халыққа ескертусіз оқ жаудырғандар кімдер сонда? 20 мың террористер емін-еркін кіріп, бәрін талқандап, мәйіттерін мәйітханадан ұрлап, аэропорттан қайта ұшып кеткен дейді. Жыл 20 мың террористер үйінде отырып, өз арманын Facebook желісінде жазған мүгедек жанның қауіпті болғаны ма? Барша қазақ елін бұл бассыздыққа тойтарыс беру үшін мүгедек жанның сотына келіп қолдауға шақырамыз. Халықаралық ұйымдардан, Еуроодақтан, ақш мемлекеттік департаментінен, Ұлыбритания мен Канада елдердің үкіметтерінен Қазақстан билігіне адам құқықтарын өрескел бұзып таптағандар үшін дербес санкциялар салуды сұраймыз. Қазақ елі 29 қыркүйекте сағат 10:00-де Түркістан облысы Төле би аудандық сотында өтетін Мұрат Байдәулетовтың сотына қолдауға келіңіздер. Қазіргінің тойы елімдеген азаматтарға негізсіз тағылған саяси астарлы соттар. Сондықтан тойдан қалмай қалайық. Біріксек алынбайтын қамал жоқ. Көз жанарының бірінен айырылған мүгедек жанды соттатып қарап отырмай ағайын. Жаппай сотқа келіп, артында өзін қолдайтын қалың елі қазағының бар екенін көрсетейік.